Баршаңызға қайырлы күн достар. Мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, осындай әдемі балдарыңыз сүйіп жейтіндей картошкадан хрустящий палочкалар жасайтын боламыз. Алдымен картошкамыздың сыртын ашып, жуып тазалап аламыз, және де бөліктерге бөліп, табағымызға салып, үстінен тұзымызды салып, суымызды құйып, отымызға қойып пісіріп аламыз. Картошкамыз пісті, енді пюре жасап аламыз, және де дәміне қарай қара бұрышымызды саламыз. Тұзы азырақ болса, үстінен тағы да тұз салсаңыздар да болады. 5-6 қасық кукурузный крахмал саламыз, ол міндетті түрде. Және де теркадан өткізілген сырымызды үстінен салып, қамыр илегендей илеп аламыз. Мінекей біздің пюреміз дайын болды. Осындай безручка пакетімізге салып, дәл видеода көргендеріңіздей бір келкі етіп жайып аламыз. Және де 1 сағатқа морозилкаға салып қоямыз. Пюреміз бізде дайын болды. Енді ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Алдын ала майымызды қыздырып аламыз. 4-5-ден сала отыра, екі жағын қыздырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Мінекей біздің өте дәмді, қытырлап тұратын ұзынша палочкаларымыз дайын болды.